Сөздің жаны бар. Балауса ханым, осы жерде мен айта кетсем, негізі айтып жатыр ғой, ер адамның проблемасын шешуге болмайды деп. Мен ол нәрсеге келіспеймін. Мысалы, біз қыз балалары ерлерге асып қойғанда, артып қойғанда, менің проблемамды осы сен шешесің дегенде біз мықтымыз да. Ал неге ер азаматтар қиын бір жағдайға түскенде, олардың жағдайына бұл Жанболат келіп, менің проблемам шешіп бер, мен осындай болып жатыр, мен бір қарыз болып жатырмын деп әңгіме ондай нәрсе емес. Ол досы туралы әңгіме екенін айтып тұр. Ал бұл жерде тек қана оның қайғысына ортақтасу, моральный бір проблема ғана, бұл жерде проблеманы шешу деп олай керек емес. Ал одан бөлек ортадағы әңгімеге айтатын болсам, мен жалпы ойлаймын, Жанболаттың жаңа аузынан шығып қалды. Мен таныстықты жалғастырғым келді, мен таныстықты жалғастырғым келеді деп. Ал осы уақытқа дейін неге мен Айданың мұңайып отырғанын, неге жылағанын, неге қатысушылардың бәрінің бір пікірді 12 рет айтқан, мен просто түсінбей тұрмын да. Әлі күнге дейін бұл таныстық жалғасатын таныстық сияқты просто. И және де Айданың осы жерде өзім просто қолына алып, қазір барды бар, жоқты жоқ деу керексің. Себебі Жанболатта қатты кризисный момент екені көрініп тұр да. И Жанболатты бір ауыз жай ғана бүйтіп арқасынан қағып қолдап жіберсең, бұл жігіт сен үшін әлі тау қопаратын жігіт деп айтқым келеді мен. Жанболаттың бір сөзіне қалып кеттім. Аруна. Бір сұрақ қоя салайыншы, бола ма? Жақсы, Адыл, қоя салыңыз. Жанболаттың бір несіне қалып кеттім да сөзінде. Қосақтан бәрібір Айданы алып кетем деп отыр да. Сонда сенің проблемаң шешілу уақыты қанша? Соған сол уақытта Айда үміткер қабылдамау керек па, сені күтіп отыру керек па, или қалай сондай? Сол жағын түсіндіре кетсең. Қатты ұзақ емес, уже жалпы шешіліп жатыр барлығы, болып жатқан мәселелер. Где-то 2-7. Жоқ, сонда 2-7 саған бұл жақ келе алмайсың, досының проблемасын жүресің, сонда Айда бір жерде жылап отыру керек па, сені күтіп жолыңа қарап? Ту жоқ, Әділ, неге бір проблема түспейтін адамды жалпы? Неге тек жылата бересіңіздер? Енді 2-7 күтті, например. 2-7 күтті. Жоқ, телефоннан? Не үшін жылап отыру керек 2-7? Сізге вопрос. Или тек қана жылатасыз ба бәрін? Таңғалам сіздерге. Просто мен айтқым келіп тұрған дүние дәл қазір. 2-7-де мен шаруам барлығы бітеді, 2-7-ден кейін қалай басталды, дәл солай жалғасады. Ал 2-7 қыз күтетініне сен сенімдісің ба? Енді сұрайық оны. Жанболат. Мен Айда емеспін. Айда, сізге естіп отырсыз ғой, 2 аптадай шаруамды шешіп алайын дегендей, эфирге келе алмайтындай болып тұрмын дегенге келтіріп жатыр. Не дейсіз? Мен оның бәрін түсініп тұрмын. Мына жақта айтып отыр ғой, өтірік жылап отыр, бір бәле жақсы көрмейді деген сияқты. Мен жақсы көремін деген жоқпын. Мен ғашықпын деген жоқпын. Просто менің ішімде бір нәрсе пайда болды бұл кісіге қаратай. Мен сол нәрсені ары қаратай бүйтіп жоғары шығарғым келді да, бірақ именно сондай моментте бұл кісі жоқ болып кетті менің өмірімнен. Сол үшін де мен солай айтып жатырмын. Мен андай бүйтіп жаңағы Ақеркен сөзіне қосыламын, ол бәрін жігітке артып қоя беруге болмайды. Жігіттің де проблемасы бар. Оның қайғысымен де бөлісу керек, қуанышымен бөлісу керек. Мен бөліскім келді, бірақ маған ештеңені түсіндіріп айтқан жоқ, ештеңені нақтылап, в общем, целом айтқан жоқ ештеңе деп айта салайыншы. Одан кейін Айда. Таныстық. Мен Жанболатты сыйлаймын қатты. Өте жақсы жігіт. Бірақ адам енді қалай айтсам екен? Біз енді қосылайыққа бір проблема шешу үшін келген жоқпыз. Жарайды, 10 күнде уақыт өтті, оның бір аптасы досымен кетсе, бір апта ар жағында уақыты болды. Жұмысымен жүрді, ауылына да барып келді. Сол уақыттан хотя бы бір күнін сол моментте шешіп маған түсіндіріп, кездесіп айтатын болса, мен түсінетін едім, бәрін жақсы деп көнетін едім. Бірақ та мен өз позициямда қалам, бұл мен үшін жай ғана сылтау болып қалады. Маған бір емес 2 рет таныстықты тоқтатуға ұсынған адам. Мен енді мына жерде отыра алмаймын. Бұл кісінің проблемасы қашан бітеді екен, қашан маған бәрін түсіндіріп айтады екен деп. Сол үшін де мен ешкімнің, бұл кісінің өзінің проблемаларын шешіп алсын. Мүмкін мен біліп тұрмын, бұл кісінің пока ол проблема шешілмейтінде маған недоотношение болады да бұл кісі. Сол үшін де мен бұл кісінің жолын байламаймын. Мүмкін сол проблемасы біткеннен кейін
сырт жақтан басқа бұлақ ашылып кетер ме екен, мүмкін шынымен де менің үмітімді ақтайтын да бір үміткерім жолыға ма екен, білмейміз ғой, енді бәрібір Құдайдың қолында. Бұл таныстық жалғасқанмен ары қаратай тағы да осындай бір сылтаулар көп болады деп ойлаймын. Сол үшін де тоқтаған дұрыс. Балауса ханым, сұрақ қойсам бола ма? Сұрақтың қажеті жоқ сияқты. Жанболат, не дейсіз? Танысық тоқтайды, значит, болды. бір емес екі рет өзі ұсынды деп жатыр. Болып беді сондай жағдай? Иә, болды. Мана тоже айтып кетті ғой, да. Бұдан алдында ескертіп айтып кетті. Оны түсіндіру де маған қазір прямо андай болып тұр. Қиын болып тұр, шынымды айтсам. Түсіндіре де алмаймын оны. Тек қана қалай айтсам екен. Стресске түсіп кеттім, бірақ моментте жазмыш қой, енді Құдайға шүкір. Қарсы емеспін. Айдан кешімін қатты құрметтеймін. Все, таныстық тоқтайды, значит, тоқтайды. Өкінішті әрине. Просто Балауса ханым 2 рет сондай нәрсені маған айтқан адам. Мен өзімдікін жақсылап істедім деп ойлаймын, себебі 2 рет таныстық тоқтаймын десе де мен жарайды деп қоя салған жоқпын. Хабарластым, неге олай айтып жатсың деп мен сұрадым, бәрін білгім келді. Жайдан жай тоқтап қалған жоқпын. Бірақ та енді білмеймін, екінші рет айтқанымда маған ауыр тиіп кетті ол сөз. Сол үшін осы жерден бір-бірімізге жау болып, мына жерде бет жұлысып отырғанша тып-тыныш, осылай тату-тәтті болып, сыйластықта қалып тоқтағанымыз дұрыс шығар. Жақсы. Басқа айтарларыңыз болмаса бір-бірлеріңізге? Кешірім сұраймын тек қана. Уақытын алған болсам, көңіл қалдырған болсам. Басқа айтарым жоқ. Рахмет үлкен. Маған жауапкершілік сезіндіруге көмектескен үшін. Бәрі үшін рахмет. Жақсы. Жанболат, Аида, сіз жайғасыңыз. Жанболат, енді сіздің жақсы азамат екеніңізге, басыңызға түскен мәселеден досыңызды айтып жатсыз, жан дос екеніңізді, жақсы дос екеніңізге сеніп отырмыз, және де сәттілік тілейміз. Тек бәрі жақсы болсын, жақсы аяқталсын. Сізге чемпион Кения Сансет шайын ұсынамыз. Хош иісті, жоғары сапалы өнім ұсынамыз. Бақытты болыңыз. Жақсы шығарып салайық. Фортуна, не болды? Не сұрақ қойып жатыр едіңіз? Сұрақ болғанда енді Аида енді үміткер күтеді ғой, бәрібір де 2 аптадан кейін бәлкім Жанболат келіп, оны қабылдай ма екен деген бір ой болып тұр да менде. Жалпы үміткер қабылдай ма деп сұрап алайық, иә, Аидадан. Аида, үміткер қабылдайсыз ба? Иә, әрине қабылдаймын. Егер де үміткерлер келіп, одан кейін олар менде ештеңе шықпай, 1-2 айдан кейін қайтадан Жанболат келсе, қабылдайсыз ба? Сол келген кезінде көреміз Балауса ханым, нақты ештеңе айта алмаймын. Жақсы.